Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бүгін 5-ші сыныптың 1-6 сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы арифметикалық амалдардың қасиеттері. 62-ші есеп қосудың және көбейтудің қасиеттерін пайдаланып, тиімді тәсілмен есептеңдер. Бірінші есепті оңай жолмен шығару үшін 36-ға 64-ті қосып алайық. Сонда ол екеуін жақшаға алып, 36 қосу 64 деп жазамыз. Одан кейін ортада тұрған 89-ды қосып жазамыз. Сонда 36-ға 64-ті қоссақ 100 болады, оған 89-ды қоссақ ауызша 189 болады деп айтсақ болады. Енді қалған есептерді де дәл осындай жолмен шығарасыздар. Сонда екінші есептің жауабы 223 болады. Үшінші есептің жауабы 200 болады. Төртінші есептің жауабы 1860 болады. Яғни 186-ға 10-ды көбейтсек, 186-ның соңынан 1 нөлді тіркей салсақ, 1860 болады. Бесінші есептің жауабы 81900 болады. Алтыншы есептің жауабы 71300 болады. Жетінші есептің жауабы 735 болады. Сегізінші есептің жауабы 192 болады. Тоғызыншы есептің жауабы 990 болады. Келесі 63-ші есеп қосудың ауыстырымдылық және тиімділік қасиеттерін пайдаланып есептеңдер. Бірінші есепке қарайтын болсақ, қосылғыштардың орнын ауыстырып, одан кейін қоссақ болады. Мысалға бірінші 32-ге 18-ді қосып алсақ. Одан кейін 11-ге 39-ды қосып алсақ. Яғни ауыстырып жатырмыз, әрі арасынан теріп жатырмыз. Сонда бірінші 32-ге 18-ді қосып жазамыз, одан кейін 39-ға 11-ді қосып жазамыз. Екеуінде бір-біріне қосқанда 50-ден шығады. Одан кейін 50-ді 50-ге қоссақ 100 болады. Қалған есептерде дәл осындай жолмен шығарылады. Екінші есептің жауабы 130 болады. Үшінші есептің жауабы 160 болады. Төртінші есептің жауабы 150 болады. Бесінші есептің жауабы 180 болады. Алтыншы есептің жауабы 300 болады. Келесі 64-ші есеп көбейтудің ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін пайдаланып есептеңдер. Бірінші есепке қарайық. 4-ке көбейтеміз, 25 көбейту 6-ны. Мен бірінші 25-ке 6-ны көбейтсем, қиынырақ болуы мүмкін. Сол үшін бірінші 4-ке 25-ті көбейтіп алайық. Сонда біз жақшаны алып тастап, алмастырып жатырмыз. 4-ке 25-ті көбейтсек 100 болады. Одан кейін оған 6-ны көбейтсек, 6-ның соңынан 2 нөлді тіркеймізде 600 болады деп жазамыз. Екінші есептің жауабы 8600 болады. Үшінші есептің жауабы 9000 болады. Төртінші есептің жауабы 130 болады. Бесінші есептің жауабы 700 болады. Алтыншы есептің жауабы 1800 болады. Бірінші есепке қарап, дәл солай шығарсаңыздар болады. Келесі 65-ші есеп екі есеп бар екен. Біріншісіне тоқталайық. Бірінші қорапта 26 тесік бар. Міне, бірінші қорапта 26 тесік. Екінші қорапта одан 14 тесік артық. Сонда 26-ға 14-ті қосу керек, 40 болады. Үшінші қорапта 14 тесік бар. Ал төртінші қорапта одан 26 тесік артық. Сонда 14-ке 26-ны қосу керек, 40 болады. Енді сұрақ, қай қораптардағы дискілер саны тең? Байқап қарасаңыздар, 2 мен 4-те екеуінде де 40 болды. Олай болса, екінші қорап пен төртінші қораптағы дискілердің саны тең екен. Екінші есепте дәл осындай жолмен шығарылады. Жауабы теплоход пен мотоциклшінің жылдамдығы тең болады. Екеуі де 30 км/сағаттан. Келесі 66-ші есеп көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып, қосынды айырма түрінде жазыңдар. Бірінші есепке қарайтын болсақ, 2 көбейту x қосылған 3 деген өрнек беріліп тұр. Осы өрнекті қосынды түрінде жазамыз. Себебі бізде қосу таңбасы бар. Олай болса, бірінші 2-ге x-ті көбейтіп аламыз. Сонда 2x болады. Қосуды жазамыз да, одан кейін 2-ге 3-ті көбейтеміз. 6 болады.
Міне қосынды пайда болды. 2х қосу 6. Келесі екінші есепте 4х азайту 20 деген айырма пайда болады. Үшінші есепте 36 қосу 9y. Төртінші есепте 5y азайту 10. Бесінші есепте 6m қосылған 18. Алтыншы есепте 7n азайту 42. Жетінші есепте 5a қосу 35. Сегізінші есепте 4v азайту 12. Келесі 67-ші есеп. Есепті екі тәсілмен шығарыңдар. Велосипедші мен мотоциклші бірдей уақытта А пунктінен бір-бірінен қарама-қарсы бағытта жолға шықты. Велосипедшінің жылдамдығы 14 км сағат, ал мотоциклшінің жылдамдығы 40 км сағат. Олар 2 сағат жүргенде бір-бірінен неше километр қашықтайды? Мен сіздерге есепті шығарудың бір тәсілін көрсетейін. Олар бастапқыда бір жерде еді, яғни А нүктесінде еді. Олар бір уақытта екеуі бір-бірінен осылай 2 бағытқа қарай кетеді. Осылай кетіп 2 сағат жүргенде олардың арасы қанша километр болады? Ол үшін әр қайсының жылдамдығын 2 сағатқа көбейту керек. Сонда велосипедшінің 2 сағатта жүргендегі жолы 28 километр болады, ал мотоциклшінікі 80 километр болады. Сонда екеуінің жүрген жолын қосқанда олардың арасы 108 километр болады. Келесі 68-ші есеп. 1-20 сурет бойынша есеп құрастырыңдар. Күшіктің жылдамдығы 16 метр секунд, ал мысықтың жылдамдығы 8 метр секунд. 3 секундтан кейін екеуінің ара қашықтығы қандай болады? Енді бұл жерде екі өрнек беріліп тұр. Біреуі 16 азайту 8, біреуі 16 азайту 8 көбейту 3 болып тұр. Осы өрнектердің мағыналарын анықтайтын сұрақ қойыңдар дейді. Сұрақ қойсақ болады. Мысалға 16 азайту 8 деген бұл қашықтау жылдамдығы. Олай болса біз қашықтау жылдамдығы қандай деп сұрақ қойсақ болады. Қашықтау жылдамдығын табу үшін 16-дан 8-ді азайтамыз, 8 метр секунд. Яғни екеуінің жылдамдығының айырмашылығы деген мағынада болып тұр. Ал екінші өрнек бойынша 16 азайту 8 көбейту 3 болып тұр. Бұл күшік пен мысықтың екеуінің арасындағы ара қашықтық болады. Олай болса, бірінші 16-дан 8-ді азайтып 3-ті көбейтеміз. Сонда қашықтау жылдамдығына уақытты көбейткенде олардың ара қашықтығы 24 метр болып шығады. Келесі 69-шы есеп. Ыдыстардың біріншісінде 6 өрік, екіншісінде 21 өрік, үшіншісінде 9 өрік бар. Ыдыстардағы өріктер санын өрік салынған ыдыста неше өрік болса, оған сонша өрікті ыдыстан ыдысқа 2 рет қана ауыстырып, қалайша теңестіруге болады. Бастапқыда бірінші ыдыста 6 өрік еді, екінші ыдыста 21 өрік, үшінші ыдыста 9 өрік еді. Енді біз бірінші, мына екінші ыдыстан 9 өрікті аламыз да, 9 өрігі бар үшінші ыдысқа саламыз. Сонда ол жерде 18 өрік болады, екінші ыдыста 12 өрік қалады, ал бірінші ыдыста сол баяғы 6 өрік болады. Бірінші рет ауыстырғаннан кейін ыдыстарда 6 өрік, 12 өрік, 18 өрік қалды. Одан кейін үшінші ыдыстан 6 өрікті аламыз да, ол 6 өрікті бірінші ыдысқа саламыз. Сонда бірінші ыдыста 12 өрік, екінші ыдыста 12 өрік, үшінші ыдыста 12 өрік болады. 2 рет ауыстырып, біз олардың санын теңестірдік. Келесі 70-ші есеп. Теңдік тура болатындай етіп бос орындарды толтырыңдар. Бірінші есепте x қосу 5 болып тұр. Оған қандай санды көбейткенде 3x қосу 15 шығады. X-қа 3-ті көбейтсем 3x болады. Сонда x-қа 3-ті көбейткенде 3x болады. Қосу 5-ті 3-ке көбейткенде 15 болады. Сонда 3 деген сан тұрғаны дұрыс екен. Енді екінші есепте 9-ға 2-ні көбейтсек 18 болады. Ал
y-ке 2-ні көбейтсек 2y болады. Келесі үшіншісінде 3-ке бір санды көбейткенде 12x болған. Олай болса 4x-ті қою керек. Және 6-ға 3-ті көбейткенде 18 болады. Келесі төртінші есепте 8-ге бір санды көбейткенде 40 шығу керек. Сонда 5-ті қоямыз. 5-ті 8-ге көбейтсек 40 болады. Y-ті 8-ге көбейтсек 8y болады. 5-ші есепте 7x-қа 4-ті көбейтсек 28x болады. Ал 4-ке 4-ті көбейтсек 16 болады. Келесі 6-ші есепте 2x-қа 6-ны көбейтсек 12x болады. 11-ге 6-ны көбейтсек 66 болады. Сонда осындай теңдіктер пайда болады. Дәптерлеріңізге көркем түрде жазып алыңыздар. Келесі 71-ші есеп 4 бала 8 балық аулап алды. Балықтардың массалары 500 грамм, 1 килограмм, 1 килограмм 500 грамм, 2 килограмм, 2 килограмм 500 грамм, 3 килограмм, 3 килограмм 500 грамм, 4 килограмм. Балалар балықтарды тұтасынан массалары бірдей болатындай етіп бөліп алды. А нұсқасында әрбір бала неше балық алды? Ал Ә нұсқасындағы сұрақ әрбір баланың алатын балықтарының массасы қандай? Бірінші балықтың массаларын граммға айналдырып алайық. Біріншісі 500 грамм дайын. Одан кейін 1 килограммда 1000 грамм бар. 2 килограммда 2000 грамм бар. 3 килограммда 3000 грамм бар. 4 килограммда 4000 грамм бар. 1 килограмм 500 граммда 1500 грамм бар. 2 килограмм 500 граммда 2500 грамм бар. 3 килограмм 500 граммда 3500 грамм бар. Енді осы граммдар бойынша барлығын қосамыз, сонда 18000 грамм болады. Оны килограммға айналдырсақ 18 килограмм болады. Олай болса, бізде балықтың саны 8, ал баланың саны 4. Сонда біз 8-ді 4-ке бөлу керекпіз. Әр бала 2 балықтан алуы керек. Ал әр қайсының алатын 2 балығының массасы 4 килограмм 500 грамм болу керек. Олай болса, бірінші бала 500 граммдық балықпен 4 килограммдық балықты алса болады. Екінші бала 3 килограммдықпен 1 килограмм 500 граммдық балықты алса болады. Үшінші бала 2 килограмммен 2 килограмм 500 граммдық балықты алса болады. Төртінші бала 3 килограмм 500 граммдықпен 1 килограмм балықты алса болады. Сонда барлығының алған балықтарының массасы да саны да бірдей болады. Келесі 72-ші есеп өрнектің мәнін табыңдар. Бұл жерде әр қайсысына әріптер берілген. Мысалы, бірінші өрнекте Б деген әріп берілген. Ол өрнекті орындайтын болсақ, бірінші жақшадағы мәнді қосып алу керек. 1280-ге 596-ны қосқанда 1878 болады. Одан кейін 313-ке бөлу керек, сонда 6 болады. Мына жерде кестеде 6 деген санды тауып, оның тұсына Б деген әріпті қоямыз. Осылайша барлығының мәнін тауып, оларды кесте бойынша жайғастырған кезде бәйтерек деген сөз шығады екен. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.